Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге 4-ші тоқсанға арналған, 6-шы сыныпқа арналған 4-ші тоқсанның керемет дайын ашық сабақ үлгісін көрсеткім келеді. Бұл жерде КМЖ-сы, құндылық, жи барлығы қарастырылған. Сәл күрделі тақырып, күрделі болғанда қызық тақырып, былайша ал жазба жұмыстар сәл көбірек екен. Бұл үшін көп уақыт алды бұл сабақ. Бірақ 45 минутқа арналған сабақтың тақырыбы нақты процестердің графиктерін қолданып, шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу. Оқу мақсаты 6-5-2-10 оқу мақсатына арналған әріптестер. Осы жерде енді сіздерге айтатын нәрсеміз, оқу мақсаты берілген, оқу мақсаты бойынша тапсырмалар құрастырылды. Біздің құндылығымыз еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік айы, еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас азап. Абай Құнанбайұлы айтқан, осы құндылықтарды оқушылар айтады, құндылықтар ашылу керек, жас интеллект бойынша сөйлейтін видеосы бар. Еңбек ету арқылы елін жеріне қызмет ету, көп еңбек еткенге бақыт басын иеді, әрбір алынған білімді болашақта туған жерге еліне арнау. Роботтар әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді. Үй жұмысын тексеру мына жерде. Оны жаңа сабақ ретінде алсаңыз да болады. Қайталау 2-ақ сағатқа берілген ғой, екінші сабақ ретінде алсаңыз да болады. Қайталау білім айнасы 6 сандықта осындай 4 сұрақ шығады. Оның жауаптары кітапта тұр ережесі. Осын балдар жаттап, тақылдап тұрып айтса, нұр үстіне нұр болады. Сосын практикалық тапсырмада 3 топта тапсырма бересіздер. Осы 3 топтың тапсырмасы мен жауаптары да тұр. Суреттері цветной болып шығады, керемет. Сосын роботтар әдісі өте керемет әріптестер. Мысалы, балдарға тапсырма ұсынасыз ғой, слайдқа немесе кітапта да тұр. Бірінші есеп ол басы. Бұл жерде 3 түрлі вариант шығады да есепте. Сол жерде варианты бойынша балдар шығарады, сосын қайсы дұрыс болса, сол жерде шаршыны сурет тұрса, шаршыны салады. Яғни роботтың сұлбасы шығады ең соңында. Денесі, аузы, көзі, аузы, көзі. Осы 4 нәрсе орындалу керек. Кейін суреті бірдей болса, сіз көрсеткен, онда дұрыс тапты деген сөз балалар. Жауаптарымен көрсетіп қойдым. Сергіту сәті ютубтан қайталау қимылдарды, жұптық тапсырма, сосын сабақты бекітуге Kahoot ойынын алдым. Бұл жерде QR кодпен кіреді, QR кодты жауап қойған, ашып беремін сіздерге. Мына жерде сканерлесек Kahootқа кіріп кетеді бірден. Енді бұл слайд КМЖ-сы, КМЖ-дан кейін слайдқа көшейік әріптестер. Слайдтың ішінде осы КМЖ-да айтылған дүниелер барлығы қарастырылған. Бұл жерде тек қана КМЖ емес, слайды, жұптық жұмыс, топтық жұмыс, жеке жұмыс барлығы қарастырылған. Сабақтың тақырыбы нақты процестердің графиктерін қолданып, шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу. Енді ары қарап сабақтың мақсаты, енді мына жерде жи бар, құндылыққа арналған. Саламатсыздар ма балалар? Мен француз математигі Франсуа Виет боламын. Балалар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан білімімізден бұрын тәрбиелі екенімізді көрсете білейік. Енді сіздерге берер тапсырмам. Жасырынған сөздерді өмірмен байланыстырып, өз ойыңмен, ұстазыңмен және сыныптастарыңмен бөліс. Осы сөздерді оқушылар айту керек. Осы сөздер бойынша құндылықтар ашылады. Яғни әр оқушы өзінің ойын айтады. Бұл жерде ғұламалардың керемет нақыл сөздерін дайындап берсеңіз болады оқушыларға, фантазияңызға қарап. Саламатсыздар ма балалар? Сосын роботтар әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді. Оқушыларыңыз аз болса, мына роботтарды үзіп тастауға болады, немесе көбейтіп алуға болады дегенде, осылай топтарға жайғасады. Мінеке. Енді үй жұмысын тексеру кемесі деп ат қойдым бұған. Мына график бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Д нүктесі координаталары 3/85, Д нүктесі координатасының әрқайсысы мағынасы қандай? Жауабы дейсіз, бала 3 жасқа толғанда оның бойы 85 болған дегенді білдіреді. Келесі екінші сұрағы осының. Баланың бойы 70 сантиметр, ол неше жаста? Ол 1 жаста болған. Сосын мына қайталау білім айнасы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қызықты тапсырмалар орындаймыз. Сандықшалардың бірін таңдаңдар да, ішіндегі сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Дайынсыңдар ма? Осылай сұрақтар шығады. Балдар тақылдап тұрып айтып шықса, сіздің мақсатыңыз ашылған, оқу мақсатыңыз әріптестер. Сосын топтық тапсырма бар. Топтық тапсырмаға 3 топқа да есеп, дескрипторымен.
барлығы қағазға шығарып береді, сканердің ішінен алып, иә, ешқандай қиын емес. Сосын жауаптар көрсетесіз, топтар неге A3 форматта қолданса болады, парақты, сосын жүктеулеп қорғаса да болады. Сосын мына роботтар әдісі арқылы жеке жұмыс, мына кітаптағы есеп, осы есеп бойынша есепті шығарады да, мына үш варианттың біреуін табады. Яғни бұл жерде шаршы шықса, А вариантының жауаптары дұрыс болса, онда басын салады, роботтың басын шаршы тәріздес қылып салады дәптеріне. Бір шетке. Сосын екінші есеп, мына жерде денесі үшбұрыш болса, үшбұрыш тәрізді етіп денесін салады. Сосын аузы шеңбер болса, шеңбер есептер шығарады, варианттар белгілейді. Көзі қандай? Төртбұрыш па? Сосын бәрін белгілейді, ең сонда мына жауап шығады. Мына жауаппен оқушылардың салғаны бірдей болса, есеп дұрыс деген сөз. Әрі бағалап кетесіз, әрі керемет әдісті қолданып интеграциялап жібересіз. Мына жерде енді өте қызық, балаларға өзім қолданып көргенмін. Сосын ютубта хит болып жатқан сергіту сәті, сосын жұптық жұмыстың жауаптары, қалыпты ойыны, мына бағалау сабақтың басынан бастап жүргізіледі ғой. Мына ең соңында қанша бал алды, соны көрсетесіз. Мына жер аты жөнін жазып сақтап қоясыз, алдын ала. Мақсат 9 бал, бағалау парақтарын беріп қоясыз, сабақтың басында топтар өз-өздерін бағалап отырады. Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс бере кетіңдер оқушылар. Осымен үй жұмысы, қалыпты көрсетейін, қалыпты көрсетуге жеке не алдым уақыт енді сіздерге. Енді ретімен кете бересіздер, сіздер қалыпты ашып, қалыптан кейін сабақты бекіту деген рефлексия болады. Қалыпты бір жақсы жері ешқандай приложение тартпайсыз, ешқандай неге тіркелмейсіз. Оқушылар сілтемені басады да, осы жерден кіріп кетеді. Яғни қай жерге кіреді оқушылар? Қалыпты сілтемесін басқаннан кейін осы жерде бір не шығады, play solo деген шығады жазу. Сол сөзді басу керек. Ары қарап, мына жерде тұр, оң жақта асты play solo дегенді басасыз, ары қарап классик мода дегенді басасыз. Шығады, интернет несіне қарап, интернет қажет енді болған. Сіздер телефонмен QR-лап кірсе де болады. Слайдтың ішінде QR код тұр, сол арқылы кіріп кетсе, классик моданы басасыздар, сосын старт дегенді басасыз, мына жерде мына дауысын шығарып қойсаңыз болады. Ары қарап кітаптан сөйлеп 336 есеп. Кітапта есеп бере салмай, осылай ой сияқты берді. Мен мақсат сонда оқушылар қызығып есепті шығарады. Катердің ағыспен жылдамдығын тартып, жауап машиниза тұр, оқушылар шығарып белгілейді. Жасыл жан, қате болса қызыл жанады. Келесі есепке өтейін, екінші есеп. Бұл жерде көп есеп алмады, 3 қана тапсырма жеткілікті деп ойлаймын. Жаңа суретті пайдаланып, катердің ағысына қарсы жылдамдығын тартып. Үшінші, өзен ағысының жылдамдығын тартып. Егер қате болса, онда қызыл жанады. Үлкен рахмет, сау саламатта болыңыздар. Егер ұнаса, мен сабақтарымды WhatsApp нөміріме жазыңыздар, өте тиімді бағада беремін. Алған әріптестер осы сөзді тыңдаған болсаңыздар, қолдап жіберіңіздер, лайк басып, комментарий жазып, бір-бірімізді қолдайық. Сау саламатта болыңыздар.